Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Дара KZ. Әдеттегідей әдіс-тәсілдердің бірнеше түрін білетін боламыз. Ендеше ол үшін каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарауға тырысыңыздар. Бірінші бірігу ойыны. Бұл ойынды уақыт қалғанда немесе сергіту сәтінде ойнауға болады. Мақсаты оқушылардың бір-біріне деген ынтымақтастығын арттыру. Ережесі: мұғалім бір-бірінен бөлек жүр деген кезде оқушылар жеке жүреді, алшақ бір-бірінен бөлек жүреді. Сосын мұғалім бір санды айтады. Мысалы 4 дегенде 4 оқушыдан тез арада бірігу керек. Кім бірге алмай қалса, ол жеңіледі, өзінің өнерін көрсетеді, ән айтады немесе бір тақпақ айтып беру керек. Ары қарай дәл осылай жалғасады. Соңында 2 оқушы қалу керек, яғни 3 бала қалған кезде сіз 2 деп айтасыз, 2 цифрын. 2 оқушы бірге қосылады, ал 1 оқушы ойыннан шығып кетеді. Сол 2 қалған оқушыға сұрақ қоясыз. Ең бірінші болып жауап берген оқушы жеңімпаз атанады. Бұл ойын менің оқушыларымның ең сүйікті ойыны. Негізі бұл ойын аты молекула деп аталады. Бірақ біз оқушыларым бұл ойынды бірігу деп атайды. Келесі әдіс ассоциация әдісі деп аталады. Мақсаты оқушылардың ойлау қабілетін арттыру. Ережесі: оқушыға белгілі бір мәтін немесе өлең беріп, сол шығарманы суретпен сәйкестендіру қажет екенін түсіндіріңіз. Мысалы, табиғат: сен тіршілік тұнып тұрған, сен күнсің көтерілген күліп қырдан, сен көрсің, сен ормансың деген кезде оқушылар осы сөздерге ассоциация ретінде сурет салуы керек. Мысалы, табиғат: сен тіршілік тұнып тұрған. Яғни оқушылар табиғаттың суретін салу керек, экранда көріп тұрғандарыңыздай. Сен күнсің көтерілген күліп қырдан. Яғни оқушылар күннің суретін салады, күнмен ассоциация жасап. Сен көлсің, көлдің суретін салады. Сен ормансың, орманның суретін салады. Немесе балалар табиғат дегенде көз алдарыңызға не елестейді деп сұраған кезде, және оны немен ассоциация жасайсыздар дегенде оқушылар мысалы табиғат дегенде көз алдына ең бірінші оқушылар күнді елестетеді, ағашты, гүлді, жапырақты, талды, әдемі ауа райын елестетеді. Дәл осылай Мұқағали Мақатаев деп айтқан кезде сіздердің көз алдарыңызға не елестейді, немен ассоциация жасайсыздар деп осы сұрақты қойсаңыздар, оқушылар өздерінің ойын пікірін айтады. Келесі бұл ғажайып кітап әдісі. Бағалау ретінде қолдануға, кері байланыс ретінде қолдануға өте бір таптырмас әдіс. Мақсаты оқушылардың жеткен жетістіктерін немесе түсінбеген тұстарын жазу. Ережесі: экранда көріп тұрғандарыңыздай осындай ватманға кітаптың суретін салып, ашылып тұрған кітаптың суретін салып, сабақтың соңында оқушыларға стикер таратып бересіз. Сабақтың қалай өткендігі, нені түсінгендігі, нені үйренгені, нені түсінбеді, және орындай алмаған тапсырмалар, жеткен жетістіктері, белгілі бір мұғалімге ұсынысы болса, сол ұсыныстарын осы стикерге жазып осы кітапқа іледі. Міне экранда көріп тұрғандарыңыздай мен ашық сабақ уақытында осы ғажайып кітап әдісін пайдаландым. Осымен бүгінше бізде осындай әдіс-тәсілдер. Енді келесі жолы тағы да қызықты әдіс-тәсілдер салынатын болады каналға. Сондықтан каналға жазылуды міндетті түрде ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет, сәттілік тілеймін.